Қайырлы күн, құрметті Facebook желісінің көрермендері және бүгінгі шарамыздың қатысушылары. Бүгін Нұр-Сұлтан қаласы бойынша рухани жаңғыру жобалық кеңсесі болашаққа бағдар рухани жаңғыру бағдарламасын жүзеге асыру мақсатында 17 арнайы жоба шеңберінде әрбір жобаға тоқталып өтейін. Яғни біздің рухани жаңғыру бағдарламасының 17 жобасы ол қазақ тілі әліпбиін латын графикасына кезең-кезеңмен көшіру, жаңа гуманитарлық білім, қазақ тіліндегі жаңа оқулық, туған жер жобасы, Қазақстанның киелі жерлерінің географиясы, жаһандағы заманауи қазақстандық мәдениет, Қазақстанның 100 жаңа есімі арнайы жобасы, сонымен қатар ауыл ел бесігі, архив 2025, Қазақстанның заманауи мәдениеті, ұлы даланың ежелгі өнер және технологиялар музейі жобасы, дала фольклор мен музыкасының 1000 жылдық жобасы, тарихтың кино өнері мен телевизиядағы көрінісі жобасы, сонымен қатар түркі әлем генезисі және осы рухани жаңғыру бағдарламасының жаңа 4 жобасы, яғни үнем қоғам қуаты, дәстүр мен ғұрып, еңбек елді мұраты және құқықтық мәдениет жобалары аясында шеңберінде жұмыс жүргізу үшін бүгін біз Қазақстан Республикасының білім және ғылым министрлігі, оның ішінде ғылым комитетінің мемлекеттік тарихи институты мемлекеттік мекемесімен және сонымен қатар Қазақстан Республикасының ұлттық музейі, оның ішінде қасиетті Қазақстан ғылыми зерттеу орталығы арасында ынтымақтастық туралы меморандумдарына қол қоямыз. Бізбен бірге бүгін Қазақстан Республикасының білім және ғылым министрлігінің ғылым комитетінің, оның ішінде мемлекет тарихи институты мемлекеттік мекемесінің басшысы Әбіл Еркін Аманжолұлы. Қош келдіңіз. Сонымен қатар бізбен бірге Қазақстан Республикасының ұлттық музейі, қасиетті Қазақстан ғылыми зерттеу орталығының басшысы Жұмабаев Батырхан Елікұлы қатысуда. Қош келдіңіз. Осы орайда болашаққа бағдар рухани жаңғыру бағдарламасы аясында атқарылып жатқан жұмыстар жөнінде сөз кезегін Қазақстан Республикасының білім және ғылым министрлігі, оның ішінде ғылым комитетінің мемлекет тарихи институты мемлекеттік мекемесінің басшысы Әбіл Еркін Аманжолұлы, өзіңізде. Құрметті ханымдар мен мырзалар, құрметті әлеуметтік желі көрермендері, мен енді есеп қылмайын, баяндама қылмайын, қысқаша ғана өз ойымды айтып кетейін. Мына қоғамдық сананы қалыптастыру, қоғамдық сананы жаңғырту, менің ойымша бұл ең маңызды мемлекеттік істердің бірі. Себебі қоғамдық сана ұлтты қалыптастырады. Ал енді ұлт ол мына мемлекеттің негізі. Сондықтан біздің де мына мемлекет тарих институтының негізгі мақсаты бұл қоғамдық сананы, оның ішінде тарихи сананы қалыптастыру. Бүкіл біздің жұмысымыз соған негізделген, соған мақсатталған. Біз негізінде сол ғылыми зерттеу, сараптау жұмысын өткіземіз және негізгі мақсаттардың бірі бұл насихаттау. Тарихи сананы қалыптастыру. Сондықтан осы рухани жаңғыру бағдарламасымен бізде мақсаттарымыз өте жақын. Кезінде мына 1,5 ғасыр бұрын Абай атамыз қазақ баласының бастарына модернизация идеясын салып кеткен. Соның нәтижесінде қазіргі біздің қазақ ұлтымыз қалыптасты. Орта ғасырлық этностан қазақтар заманауи ұлт болды, азаматтық ұлт болды. Ал енді келесі қадам жасау керек. Сол Абай салған жолда осы рухани жаңғыру бағдарламасы, менің ойымша, бұл сол жолдағы бір қадамдардың бірі деп есептеуге болады. Сондықтан біздің осы бүгін Құдай қаласа меморандумға қол қоямыз. Осы бастамамыз, осы бірге жасайтын жұмысымыз нәтижелі болады деп ойлаймын. Рахмет. Рахмет ойыңызға. Осы орайда болашаққа бағдар рухани жаңғыру бағдарламасы аясында жалпы өз ойын білдіру үшін біз келесі сөзді Қазақстан Республикасының ұлттық музейі, оның ішінде қасиетті Қазақстан ғылыми зерттеу орталығының басшысы Жұмабаев Батырхан Елікұлы, өзіңізге береміз, ойыңызды білдіріп өтсеңіз болады.
Қайырлы күн, құрметті елорда тұрғындары, құрметті әлеуметтік желі көрермендері. Шында да, мінекей, барлықтарымыз білеміз, рухани жаңғыру бағдарламасы мінекей 3 жылдан астам уақыт жасауда, және жыл сайын нәтижесіне оң нәтиже беруде, халықтың арасында да мынау біз сыртта ғылыми зерттеу жұмыстарын жүргізіп жатқанда, киелі жерлер географиясы аясында бүгінгі таңдан енді жас сәбиден, енді орта жас бір 5-6 жасар баладан үлкен ақсақалға дейін бұл біздің жаңағы арнайы жобамызды құптап, яғни еліміздің әрбір сай тасы, өзен суы, бұлағы барлығын киесі қасиеті бар екенін біліп, үлкен бір сондай ұлттық сенім артқасын біз оң нәтижелі жұмыс жасап жатырмыз. Ол да мінекей елбасының бағдарламасында айтылып көрсетілген барлықтарымыз. Енді осындай мінекей қазақ айтады ғой, дәм тұз бұйырып, осындай арнайы мынау елорданың Нұр Сұлтан қаласының әкімдігінің жанындағы рухани жаңғыру офисімен осындай меморандум біз үшін де үлкен мәртебе. Алдағы уақытта екі жақты бір-бірімізді ақпаратты қолдау және біздің өзіміз ғылыми жағымыздан шығып жатқан ғылыми туындыларымызды осы жаңағындай халыққа сіздердің кеңселеріңіз арқылы, сіздердің ұйымдарыңыз арқылы ұсынып, көпшілікке барлықтай таратуға ниеттенеміз деп ойлаймын. Рахмет. Ойыңызбен бөліскеніңізге алғыс білдіремін. Әрине, сакралды орындар біздің қазіргі таңда өте бір мықты арнайы жобалардың бір болып табылады. Нұр Сұлтан қаласында қазіргі таңда 25 сакралды орын бар, және біздің басты мақсатымыз, яғни рухани жаңғыру жобалық кеңсесінің басты мақсаты сол орындарды халыққа насихаттай отырып, халықтың, қоғамның санасында, жүрегінде сол қасиетті орындарға мақтаныш сезімін тудыру. Мақтаныш сезімін тудыру арқылы біз халықтың арасында патриоттық сезімді және қазақ жеріне деген махаббатты оята аламыз. Жалпы сіздермен жұмыс жасауға дайынбыз. Рахмет ойыңызға. Нұр Сұлтан қаласы бойынша рухани жаңғыру жобалық кеңсесі меморандумға қол қойған сәттен бастап, мемлекет тарихи институты мемлекеттік мекемесімен бірге елордада архив 2025, түркі әлем генезисі, қазақ тілі әліпбиін латын графикасына кезең-кезеңмен көшіру арнайы жобалар аясында жұмыс жасалады. Сонымен қатар Қазақстан сакралды географиясы орталығымен қол қойған сәттен бастап біз осы жаңағы Қазақстанның сакралды орындары атты арнайы жобасында тығыз жұмыс жасауға бел буамыз, сіздерге уәде етеміз. Жалпы енді осы кездесуіміздің іс-шарамыздың ресми бөлігіне көшсек, яғни жаңағы ынтымақтастық меморандумға қол қою рәсіміне көшейік. Бірінші біз яғни сізбен Еркін Аманжолұлы сізбен қол қойып, осындай сәтке көшсек. Іске сәт. Мемлекеттік тарихи институтымен меморандумға қол қойылды. Енді келесі сәт біздің қасиетті Қазақстан ғылыми зерттеу орталығының басшысымен осы меморандумға қол қоюға рұқсат етіңіздер. Рахмет, ресми бөліміміз аяқталды. Жалпы енді құрметті әріптестер, Facebook желісінде бізді тыңдап отырған көрермендерге алдымызға қойған мақсатымызға жету жолында рухани жаңғыру бағдарламасының іске асырылуына мақсатында аянбай еңбек етіп, еліміздің болашағы үшін барымызды салуға дайынбыз. Бізбен бірге болғандарыңызға рахмет. Сіздер алтын уақыттарыңызды бөліп келгендеріңізге рахмет. Әлі де жұмыс барысында біз бірнеше рет талай кездесетінімізге сенімдіміз. Рахмет.